Мен Муслимова Марал Жеңісқызы Қарағанды облысы Жезқазған қаласында дүниеге келдім. 2013 жылы оқуымды аяқтап, Астана қаласындағы Тұран Астана университетіне ағылшын тілі мамандығы бойынша оқуға түстім. 2022 жылы педагогика және психология мамандығы бойынша магистратурамды аяқтадым. Қазіргі таңда Қараменді Батыр ауылындағы жалпы орта мектебінде ағылшын тілі мұғалімі болып жұмыс істеймін. Мен тек ағылшын тілін пәнін үйретуді ғана емес, сонымен қатар балалардың болашағына деген сенімін ұялатуды көздеймін. Менің басты ұраным Абай Құнанбайұлының ақырын жүріп анық бас, еңбегім кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген сөздері. Ұстаздық жолда маған білікті әріптестерімнің қолдауы ерекше күш береді. Жұмыс барысында тәжірибелі ұстаздар өздерінің іс тәжірибесімен бөлісіп, үнемі қолдау көрсетеді. Бұл маған жаңа білім мен дағдыларды игеруге, өзімді жетілдіруге және кәсіби тұрғыдан өсуге үлкен ықпал етеді. Менің мақсатым балаларға сапалы білім беріп, өзімнің тәжірибе мен білгенімді бөлісу. Әр баланың бойындағы қабілетті дамытуға, олардың өзіне деген сенімін арттыруға, өмірлік жолын табуға көмектесу мен үшін ұстаздықтың ең үлкен міндеті. Мен әр қашан жаңа белестерге ұмтылып, өз кәсібімді дамыту жолында аянбай еңбек етемін. Мұғалім болу бұл тек сабақ беру ғана емес, бұл ұрпақ болашағын қалыптастыруға қосқан үлкен үлес деп білемін.